Жайо Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжі. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығынан арнайы пәндер оқытушысы Керейбаева Айжан Сабыржанова. Пән: қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесі. Сабақтың тақырыбы балаларда қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыруда балабақша мен отбасының нысандары. Сабақтың мақсаты: студенттерге балабақшада және отбасында қарапайым математикалық түсініктерді үйретудің әдістерін ұғындыру. Білімділік: студенттерге балабақшада және отбасында қарапайым математикалық түсініктерді үйретудің әдістерін түсіндіру. Дамытушылық: жаңа материалды игерте отырып, ой өрістерін арттыру. Тәрбиелік: студенттерді әдептілік сақтай отырып, бірін-бірі тыңдай білуге тәрбиелеу. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру балалар үшін маңызы: біріншіден, сенсорлық қабілеті арқылы. Сенсорлық қабілеті, яғни қол машықтары, қол моторикасын дамыту үшін. Екіншіден, сөздік қоры. Үшіншіден, оқытудың бастапқы формаларын қалыптастыру үшін қажет. Олар үлкен, кіші, биік, аласа деген түсініктерді біле бастайды. Төртіншіден, байланыстырып сөйлеуді арттыру. Бесіншіден, есте сақтау, көңіл аударуын дамыту. Алтыншыдан, логикалық ойлау қабілетін дамыту. Балабақшада математиканы дамытудың нысандары: ойын арқылы. Ойынның бірнеше түрлері: логикалық ойын, қозғалмалы, дидактикалық, үстел-үсті ойындар. Үстел-үсті ойыны шахмат, шашки, лото ойындар арқылы. Дидактикалық ойындар көрнекіліктер арқылы жасалған пішіндерге, түстерге байланысты ойындар. Қозғалмалы ойындар жылдамдықтарға байланысты ойындар. Логикалық ойындар ойлауға байланысты ойын дамытатын, айырмашылықтарын салыстыруға байланысты ойындар. Балабақшадағы математиканы дамытудың нысандары: тәрбие түрлері арқылы. Ақыл-ой тәрбиесі, еңбек тәрбиесі, эстетикалық тәрбие. Мысалы, еңбек тәрбиесін алатын болсақ, бала ойыншықтарды кеңістікте орналастыруда аюды жоғары қойдым, допты төмен орналастырдым деген сияқты түсініктерді үйренеді. Балабақшада математиканы дамытудың нысандары: білім беру салалары: әлеуметтік орта, денсаулық, қатынас, таным, шығармашылық салалары арқылы дамытуға болады. Осылардың ішінде шығармашылықты алатын болсақ, оның ішінде ән-күй бөлімі бар. Ән-күй бөлімі арқылы, мысалы, тәрбиеші фортепианода дыбыстарды баса отырып, баладан сұрайды: неше рет бастың деп. Бала неше рет дыбыс шыққанын атау арқылы санауды үйренеді. Балаларда математикалық түсініктерді дамытуда отбасымен жүргізілетін жұмыс жолдары: бірінші, ата-аналар жиналысында, семинар-конференцияларда баяндамалар мен ақпараттар әзірлеуге болады. Екіншіден, математикадан ашық сабақтар ұйымдастыруға болады. Ата-аналар келіп қатыса алады. Үшіншіден, ақпараттық стендтер, папкалар, ата-аналар бұрышында кеңес беру. Төртіншіден, балалардың жұмыстары жөнінде фотосуреттер, көрмелер. Яғни сол арқылы ата-ана көре алады: балам қаншалықты математиканы біледі деп. Ақпараттық қабырға стендтерінде ата-аналарға арналған қандай ақпарат болуы қажет: балалардың жас ерекшеліктері туралы мәлімет. Екінші, бала математика саласында қандай түсініктерді білуі қажет. Үшінші, қазіргі уақытта бала математика бойынша нені біледі. Төртінші, математиканы үйретуде қандай қателіктерден аулақ болу керек. Бесіншіден, отбасында өткізуге болатын ойындардың құрылымы. Осылардың барлығын ата-аналарға кеңес ретінде беріп ұйымдастыруға болады. Сіздерге үй тапсырма ретінде: біріншіден, балабақша мен отбасының жұмыс нысандарын анықтау. Екінші, әр студент қарапайым математиканы үйретудегі ата-аналар мен жұмыс түрлерін және оған жоспар мен көрнекі құралдар әзірлейді. Жоспардың түрлерін өткен сабақтарда жоспарлаған болатынбыз. Сол бойынша жоспар құрастырып